Hakikat және жалған. Демек сендерге сұрақ берілді. Егер сұрақтар берілген болған, соған байланысты сендер жауаптарыңды ақиқат немесе жалған деп айтулары керек. Ендеше бізде үй тапсырмасында үй ашықтар бойынша таңдайсыздар. Қазір бізде 8 сұрақ. Кім жауап береді? Екі ашық таңдаймыз тезірек. Таңдайды. Қай ашық таңдайсыз? 7-ші ашық. 7-ші ашық сұрақ. Бәйтерек монументінің ұзындығы 97 метр. Ақиқат немесе жалған? Ақиқат. Дұрыс, иә? Келесі, жарайсың. Келесі топ. Екінші топтан біреу үй ашық таңдасын. Сұрақ. Бәйтерек поэмасының жанрлық тегі эпос. Ақиқат немесе жалған? Ойлан. Эпос па немесе поэма ма? Поэма. Демек бізде бұл жалған. Қателестік, иә, кішкене. Үшінші топ. Қай ашық таңдаймыз? Қандай бұл? Көрінді ма? 5-ші ашық. 5-ші ашықты ашамыз. Сұрақ. Поэманы жазуға себеп болған жан қазіргі президент Қасым-Жомарт Тоқаев. Жалған, иә? Демек бізде кейіпкер кім? Поэманы жазуға себеп болған? Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Бұл жалған, иә? Келесі, 4-ші топтан қай ашық бізде? Астана өлең шумақтарының біркелкі дауыссыз дыбыстардан басталуы. Ақиқат немесе жалған? Жалған. Дұрыс. Тағы бізде қалды 4 ашық бар. Қайтадан бір-біріне таңдап шығайық, иә? Тезірек балалар. Мерей 1-ші ашық таңдады. Сұрақ. Несіпбек Айтұлының Бәйтерек поэмасы қазақ жазушыларының сынына ұшыраған. Ойлаңыз, ақиқат немесе жалған? Сынына ұшырады ма бізде? Немесе мақтау алды ма? Жалған, иә? Бізде поэма жазушылар тарапынан мақтауға алынған, иә? Келесі. Шығармада қазақтың тарихы туралы мәліметтер берілген. Ақиқат жалған? Дұрыс. Келесі топ. 6 немесе 8. Онда 8. 8-ші ашықты ашамыз. Қазақстан Республикасы ең алғашқы астанасы Алматы қаласы жылған. Ақиқат немесе жалған? Дұрыс. Келесі 6-ші. Бізде бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Бәйтерек поэмасының тарихи және көркемдік құндылығы. Мақсаты шығарманың осы мазмұндас туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау. Ендеше біз бірінші тапсырмамызды шешеміз. яғни бұл өте сол заманда өмір сүрген адамдардың тәуелсіздіктен кейін өзгеруін қаншалықты еркін сезгенін білдірген. Тәуелсіздік халықтың аңсаған арманы болған. Себебі әлемнің
ешкімнен қорлық көрмей өз елдерінің емін-еркін жүретіндерін естіген халықтың қуанышы мен бақыты осы бір бөліп төсек. Жақсы. Отырамыз. Бірге жұптасып жұмыс жасадық па? Дінімізді, дәстүрімізді сақтау, яғни бұл тәуелсіздік алғаннан кейін бізге қойған ең басты мақсатымыз ұрпақтарды тәрбиелеу және адамдар арасындағы сыйластық пен адалдық. Бұл тәуелсіздікті әрі қарай жалғастыруға, азаттыққа еркіндікке ұмтылу және елді басқарудағы әділдік, ел басындағы адамдарды халықты әділ басқаруға шақырамыз. Үшінші бөлімнің ең бірінші басында президентіміздің сайлануы, Ақтегі қайырды жабылып, ата-бабамыз сонша уақыт армандары шешкен тәуелсіздікті одан әрі сақтаудың керектігі жайлы айтылған. Бұдан бейбітшілік, әділдік жайлы айтылған. Бабаларымыз аңсап келген тәуелсіздікке қол жеткізгені жайлы айтылған, ұрпағымызды жақсы жаққа тәрбиелеуіміз керектігі айтылған. Болды ма? Келесі. Яғни бабаларымыздың тәуелсіздікке дейін көшіп-қонғаны, әр жерді паналағаны туралы айтылған. Сонымен қатар сол көшіп-қонған тәуелсіздігін алғаннан кейінгі және де ол тәуелсіздікке қалай қол жеткізгені айтылған. Яғни қаншама ақындар осы қазақ жерін сақтап қалу үшін қудалауға, өлең жазылған үшін қудалауға жібергені және айтылған, және де қазақ халқының осы тәуелсіздікке тиімді жағдайын айтқан. Бір сөзбен айтқанда, осы бізге тәуелсіздіктің қалай қиын жолмен келгенін түсіндірмекші болған. Президент алып ескерткіштің кез-келген байын бір күннің ішінде өз олға шығарған оның айтуынша ол ниеттің негізгі идеясы бейбіт өлең кезінде ұтылған. Таңмен күні құдіреті келген тәуелсіз ел болғанда ой тұманнан сана бұлттан айықтық. Ескі жан-жарымыз жойылды, ата-бабаларымыз тағдырын тәлкек еткен тәуелсіздік күні мол. Сол заманда өмір сүрген халық өз ұрпақтардың азат елде өмір сүргенін қалады. Және сол армандарына жеткен ойнаған ешкімге қорлық көрмей тәуелсіздігін алып, қалалық қуаныштың бақыты айтылған. Өндірді қара аспанда әлдекімдер қырыла қалатындай қазақ аспан. Бұл жылдағы ісіру кезінде қазақтарға істелген қысқаша сұрағы айтылған, яғни бұл кезде оларды ашаршылыққа және әртүрлі істерден оларды қинаған, яғни ашаршылық жолда және жерге тартып алды, оларды шет жаққа қарай қудалады, бірақ бұл жерде қазақтардың қандай мықты екенін айтып, олар бұған шыдағанын айтқан. Бұл жерде екіншісі бізде тарихи оқиға болып тәуелсіздігімізді алуымызда. Үшінші іріктеп жазады. Яғни бұл бөлікте сол заманда өмір сүрген адамдардың тәуелсіздіктен кейін өздерін қаншамалықты еркін сезінгенін білдірген, баяндап береді. Тәуелсіздік халықтың аңсаған арманы болған еді. Себебі әр ел үшін өз тәуелсіздігі маңызды, азат ел болу маңызды. Ешкіммен қорлық көрмей өз елдеріне емін еркін жүретіндерін естіген. Халықтың қуанышы мен бақыты осы. Одақтың адамдарынан, басшылықтан жасырып жүрді. Өздерінің төл мерекелерін, түркі елдерінің мерекелерін, діндерінің сынамады, мерекелерін тойланады. Адамдарда сөз еркіндігі болмады. Халықтың құқығы басқа ұлттармен тең қорғалмады. Тәуелсіздік алғаннан кейін бұл жағдайлар өзгерді. Тәуелсіздік алғаннан кейін өзіміздің конституциямыз қабылданды, яғни бұл біздің ата заңымыз. Одан кейін біз жеке мемлекет
президент болып өзіміздің туғанымыз, өзіміздің рәміздеріміз, өзіміздің әнұранымыз болды. Жастық башқармасы журналистердің жастарға өз елін жер тарихын және де біздің қалай қандай қиыншылықпен келгені үшін бәйтерек поэмасы неге бәйтерек деп аталған деген сұраққа жауап бере келсек, яғни бәйтерек монументі өзі бізде ағашты құрайды, биік ағаш, яғни самұрық құсының жұмыртқалаған ағашын құрайды. Самұрық құсы бұл бақ құсы болып келгендіктен тәуелсіздікті бақ ретінде сипаттап, солай бәйтерек деп аталған. Жақсы, отыр. Тұлғалар туралы айтылған бұл бәйтерек поэмасында бабаларымыздың тәуелсіздікке қалай қиын жолмен жеткені туралы және жас ұрпақтарына өзінің тәуелсіздіктің қандай құнды екенін түсіндіру туралы. Осы екінші поэма ретінде біз менің атым тәуелсіздік атты поэманы алып отырмыз. Бұл поэмада нақты тәуелсіздік алған уақытта Бәйтерек монументінің салмағы қанша? 10 тоннадан асады.